Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді үй жағдайында сырок жасайтын боламыз. Сүзбе, сары май және де сахарный пудрамен бірге блендермен жақсылап араластырып аламыз. Сахарный пудраның орнына құмшекерді қолдансаңыз болады. Енді бізге осындай силиконды форма қажет. Егерде сіздерде силиконды форма болмаса, кез келген форманы ұстап тұратын затты қолдансаңыздар болады. Осылай сүзбені салып, мен арасына карамель қосуды ұйғардым. Карамель болмаса, қалаған джем болса да салсаңыздар болады. Немесе салмай қойып, тек қана сүзбені қолдануға болады. Осылай пищевой пленкамен орап, морозильникке 1-1,5 сағатқа қатыруға қоямыз. Силиконды формаңыз болмаса, осылай пищевой пленкаға сүзбені салып, домалақ етіп орап жасасаңыз болады. Енді бізге шоколад қажет болады. Менде мұнда қара мен ақ шоколад. Менен сізге оның қалай темперирование жасау керектігін көрсететін боламын. Шоколадымызды микроволновканың ішіне салып, 30 секунд болған кезде шығарып, араластырып тұру керек. Міндетті түрде, егер ерімеген болса, қайтадан ішіне 30 секундқа салып, қайтадан осылай араластыру керек. Мінекей мынау 3-ші рет салғаннан осындай сұйық болып шықты менде. Менде мұнда капля деген ақ шоколад. Біз мұны да микроволновкаға салып, 30 секунд болған кезде алып, осылай толықтай араластыруымыз керек. Ол егер ерімеген болса, қайтадан салып, 30 секундқа қойып, 30 секундтан кейін осылай араластыруымыз керек. Ішіндегі барлығы ерігенше. Сүзбемізді тоңазытқыштан алып, осылай пергаменттің үстіне қоямыз. Сүзбемізді осылай шоколадпен қаптаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.